Бәріңізге сәлем. Бүгін терияки соусында тауықтың етін жасайтын боламыз. Бірінші тауығымызды алып, кесіп алатын боламыз. Осындай ұзынша бөлшектерге кесеміз. Болғаннан соң 2 зубчик чесногымызды кесіп аламыз. Және де имбирімізді, свежий имбир немесе сушеный имбир тауығымызға салып, үстінен приправамызды саламыз, және де май құйып, жақсылап араластырып қойып қоямыз. Енді кукурузный крахмалымызды салып, суымызды құйып араластырып аламыз. Мед саламыз. Және де соевый соус араластырамыз. Енді отымызға майымызды қойып қыздырып аламыз. Тауықтың етін салып, жақсылап қуырып алатын боламыз. Қуырып болғаннан соң үстіне соусымызды құйып, араластырып, 10 минуттай қайнатып аламыз. Енді күрішімізді салып, соусымызды салып, тағамымызды бере берсек болады. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіз. Видеоны соңына дейін көрген болсаңыз, міндетті түрде каналыма тіркеліп кетіңіз.